Мемлекет басшысы қорғаныс министрін қабылдады. Президент қорғаныс ведомствосының жыл басынан бері атқарған қызметінің қорытындысы әскери қызметшілерді әлеуметтік қорғау және әскери қызметтің беделін арттыру жұмыстары жөніндегі баяндаманы тыңдады. Мемлекет басшысына қарулы күштердің жауынгерлік даярлығы, цифрландыру және жасанды интеллект жылы аясындағы іс-шаралар, ведомствоның автоматтандырылған басқару жүйелері мен цифрлық инфрақұрылымын дамыту туралы мәлімет берілді. Министр Голланд жоталарындағы екінші ұлттық контингент миссиясының сәтті аяқталғанын және үшінші контингенттің ротациясы басталғанын, сондай-ақ қазақстандық әскери қызметшілердің бейбітшілік пен қауіпсіздікке қосқан үлесіне халықаралық қоғамдастық тарапынан жоғары баға берілгенін жеткізді. Әскерге шақыру науқаны әскери қызметшілердің мәртебесін көтеру бойынша қолға алынған жұмыстар жөнінде де есеп берілді. Қасым-Жомарт Тоқаев қорғаныс министріне қарулы күштердің жауынгерлік даярлық жүйесін жетілдіруге, армияны цифрлық тұрғыдан трансформациялауға және елдің қорғаныс қабілетін нығайтуға бағытталған бірқатар міндет жүктеді.